Армысыздар, сіздермен Киномен. Бүгін біз Преисподня атты фильмге шолу жасаймыз. Лиз есімді мылқау қыз өзінің азапқа толы өткенінен қашып, жұмбаққа толы жауыздың қызметкерінен жасырынады. Бірінші акт – ағынан жарылу. Лиз есімді әйел жабайы батыста күйеуі әрі бірінші некесінен туылған бала Мэтью мен және Сэм есімді қыздармен өмір сүреді. Лиз бәрін естіп, бірақ сөйлей алмайтын бала туғызатын әйел. Кешке ол қызы екеуі бір әйелді босандырып үйіне қайтады. Оның қызы Сэм қала тұрғындарына сәлем бергенде бәрі қуанып қабыл алады. Келесі күн азанда Элай баласын мылтық атуға үйретіп жатады. Лизға бұл ұнамай, күйеуінен олай істемеуін сұрайды. Бірақ Мэтью оны тыңдамайды. Бұл әйел оның туған анасы емес. Түс ауа қала тұрғындары шіркеуге жиналады. Лиз кішкене қызының үстін тазалап жатып, жаңадан келген шіркеу қызметкерінің дауысын естиді. Оны танып, қатты қорқып отырады. Бәрі шіркеу қызметкерімен қоштасып шығып жатқанда, Лиз оның аяғы ауыр Эбигейлдің ішін ұстап тұрғанын көреді. Лиз онымен жүздескісі келмегендіктен сыртта күйеуі мен балаларын арбада күтіп отырады. Отбасы үйіне қайтқалы жатқанда, олар Эбигейлдің толғатып жатқанын естиді. Қала тұрғындары әйелді ішке кіргізіп Лизге босандыруын сұрайды. Ол баланың қолы шыққанын көріп, босану оңай болмайтынын түсінеді. Сәбидің басы шықпағандықтан, ананың немесе баланың өмірін таңдауға тура келеді. Лиз Эбигейлді құтқарғандықтан, Натан екеуінің балалары шетінеп кетеді. Үйге қайтып келгенде Элай ауыр жағдайды бастан өткерген әйеліне қолдау көрсетеді. Әйел бұл Құдайдың емес, оның үшін ұстаған шіркеу қызметкерінің ісі екеніне сенімді. Лиздің сенімі бойынша өзі қарғыс атқандықтан тек қайғы қасірет алып келеді. Келесі күн азанда мылқау әйел мен қызы Эбигейлді қарау үшін Натанның үйіне барады. Ол әйелді сәбидің өліміне кінәлап үйіне кіргізбейді. Үйге қайтар жолда Сэм қала тұрғындарына сәлем бергенде бәрі елемей жауап қатпайды. Түнде Лиз ұйықтай алмай терезеге жақындайды. Сол сәтте қару атылып, оқ басының маңынан өтеді. Натан ішімдікке тойып алып, өш алу үшін келген. Мэтью онымен атысып, үйін қорғайды. Сол уақытта шіркеу қызметкері келіп, Натанды тыныштандырып, үйіне қайтарады. Элай оған алғыс айтып, үйге кіргізбек болғанда, Лиз шалдың үйге кіруіне қарсы болады. Әйелі күйеуі мен шалдың әңгімесін тыңдап тұрады. Бір сәтте Элай әйеліне жоғарғы қабатқа кеткенде шіркеу қызметкері оның жанында екенін түсінеді. Ол әйелді сәбидің өліміне кінәлап, қаһарын төгу үшін келгенін айтады. Шіркеу қызметкері кете сала Лиз күйеуінен бұл маңнан көшулерін сұрайды. Күйеуі малдарын қарайтын адам табылғасын әкеме тауға көшеміз деп уәде береді. Азанда Мэтью қораға кіріп барлық малдарын біреу өлтіріп тастағанын көреді. Буаз қой асқан жауыздықпен қарны ақтарылған. Демек бұл баласынан айырылған Натанның ісі. Элай мен Мэтью бұл істі бір жолата жауып, өштерін алу үшін оның үйіне барып Натанның қаладан кетіп қалғанын көреді. Сол уақытта Лиз өлген малдарды көрмес үшін қызының көзін байлап тастайды. Әйел қораға кірген сәтте шіркеу қызметкері есікті бекітіп, қызын белгісіз жаққа алып кетеді. Күйеуі мен өгей баласы үйге қайтып келгенде Лиз болған жағдайды айтып береді. Бірақ Элай оған сенбейді, себебі қызын үйдің артынан табады. Кішкене қыз ұйықтар алдында шіркеу қызметкері анаң қарғыс атқан, оны жазалау керек деген жеткізеді. Түнде әйел шалды өлтіру үшін шіркеуге барады. Бірақ оның төсегінен қызының қуыршағын табады. Сол уақытта шал Лиздің үйіне кіреді. Сосын Элайға тұзақ құру үшін қораның жарығын жағады. Ол ер адамға пышақпен шабуылдап, паршалап тастайды. Бұның барлығы Лиз күйеуін жақсы көргендіктен. Үйіне қайтып келгенде әйел өлім аузында жатқан Элайды көреді. Ол Мэтьюге өздерін атасына тауға апаруын сұрап, күйеуін қиналмас үшін өлтір дейді. Әйел мен балалар кете сала, шал олардың үйлерін өртеп тастайды. Екінші акт. Нәтиже. Джоанна есімді жас қыз шөл далада күші таусылып талып қалады. Оны қытайлық отбасы тауып алып, қыздың әдемі екенін аңғарып, шахтерлар қалашығы Висмутқа апарады. Бұл жерде қытайлықтар жас қызды жезөкшелерді қарайтын Фрэнкке сатады. Жеңіл жүрісті әйел Салли Джоанна тым жас екенін түсініп, қызды қорғаштап, даяршы болып жұмыс етеді. Бір күні тұтынушы Фрэнкке Джоаннамен түнді өткізгісі келетінін айтады. Сол сәтте Салли оның көңілін өзіне аударады. Еркек Саллимен төсектес болған кезде Джоанна қарап тұрсын деп ақша төлейді. Төсекте ер адам қатыгез болып Саллиді ұрады. Джоанна бұндайға шыдай алмай қару кезенеді. Бірақ ер адам одан сайын есіреді, себебі қару сақтықта тұрғанын біледі.
Саллимен ісін тындырып болған ер адам Джоаннаға жақындайды. Сол сәтте Салли оны атып тастайды. Келесі күн азанда Саллиді дарға асады. Ал Фрэнк қорғансыз қалған жас қызды төсекке итермелейді. Бірнеше жылдан кейін Джоанна жеңіл жүрісті болып жұмыс жасайды. Оны жақын құрбысы Элизабет қорғаштайды. Бір күні қыздар Фрэнк пен жезөкше қыздардың бірінің әкесімен жекпе-жегіне куә болады. Шериф ортаға түсіп шалды өлтіреді. Кешке қысыр еркек Элизабеттің қарсылығына қарамастан оны сүйеді. Қыз оның тілін тістеп алады. Фрэнк бұл ісіне жаза ретінде оның тілін кесіп тастайды. Дәрігер оның жарасын емдеп, мылқауларға арналған кітап береді. Джоанна құрбысына мылқау іс-қимылын үйренуге көмектесіп, бұл жерден бірге қашуға келіседі. Келесі күні Элизабет жеңгетай Диллонмен кездесіп, бірінші әйелі жарты жыл бұрын қаза тапқан Элай есімді ер адаммен үйленуге келісімін береді. Элизабет Джоаннаға апалы сіңілі болып бірге қашайық деп ұсыныс тастайды. Солай қыздар ақша жинай бастайды. Бірақ соңғы түні барлық қыздарды сатып алған бай тұтынушы келгенін біледі. Джоанна бұл еркек шіркеу қызметкері екенін көріп, оған бетперде тағып шығады. Ер адам оның мойнын ұстап, екі қалын сезіп, бұл оның қашып кеткен қыз екенін біледі. Ол түнді өткізу үшін қызды таңдайды. Бірақ алдымен аяусыз жазалайды. Элизабет құрбысын құтқарғысы келіп, шалдың бетін жаралаған кезде ер адам оны өлтіріп тастайды. Джоанна пышақты қолына алып, әкесін бауыздап тастайды. Сосын өзін өлдіге санасын деп өрт қояды. Содан кейін ол дәрігерге барып, тілін кесуін өтінеді. Бірақ дәрігер олай істей алмағанда қыз тілін өзі кеседі. Сосын өзін қайтыс болған Лиз деп таныстырып, Элайға кетіп қалады. Үшінші акт. Бар болу. Шөл далада алтынға талас кезінде Самуэль мен Вольф есімді екі ер адам ғана тірі қалады. Олар бірін-бірі өлтірмей бір атпен жақын маңдағы қалаға аттанады. Жас қыз Джоанна әкесі шіркеу қызметкерімен және анасы Аннамен тұрады. Кешке ер адам әйеліне жақындасуын сұрағанда бас тартады. Шіркеуде ер адам әйелін жұрт көзінше кемсітіп қаралайды. Кешке Джоаннаның іші ауырып, астынан қан кетеді. Әке шешесін көріп оларды аңдиды. Шіркеу қызметкері Аннаны қораға кіргізіп, тыңдамаған үшін қамшымен сабалайды. Азанда әйел қызының көйлегінен қанды кетіре алмағанын көріп, әйел болдың, енді бала туаласың деп құттықтайды. Кейін қыз күштері таусылған екі ер адамның үйлерінің маңына тоқтағанын көреді. Джоанна оларды қораға сүйреп кіргізіп, жылқыдан алтын толы қаппен ер тоқымын алып қуып жібереді. Ол Самуэль мен Вольфке жасырын көмегін тигізеді. Шіркеу қызметкері қызының есейгенін аңғарып, қара ниет оянады. Ол әйелмен жақындасудан бас тартып, Джоаннаға шошқаны өлтіріп, жуынуын талап етеді. Бір күні азанда Анна күйеуінің киініп жатқан Джоаннаны аңдып тұрғанын көріп, сен күнәһарсың деп айыптайды. Қорланған ер адам әйелін ұрып, ұстаға апарып, абырой бетпердесін кигізеді. Сол уақытта Самуэль Джоаннадан арқан алып Вольфті өлтіреді. Бір сәтте әжетхана есігі ашылып кеткенде Джоанна бұл жағдайдың куәгері болады. Бірақ бұл жағдайға аса қатты сезім білдірмейді. Шіркеуде отырғанда Джоанна анасын мінессізсің деп кінәлайды. Қыз бұндайға төзгенше өлгенім жақсы дейді. Анна қызы дұрыс айтып тұр деп барлығының көзінше шіркеуде асылып қалады. Шіркеу қызметкері қайғырмай әйелін тозақтық деп кінәлайды. Үйіне қайтып келгенде дін қызметкері өзін жазалайды. Ал Джоанна Самуэльдің құшағына еніп жұбаныш табады. Қыз онымен түнді өткізуге дайын. Бірақ ер адам саған әлі ерте деп бас тартады. Келесі күн азанда әкесі қызын шіркеуге келіп некелерін қияды. Қыз қарсылық білдіргенде ер адам оған абырой бетпердесін кигізеді. Самуэль қызды құтқармақ болғанда шіркеу қызметкері оны өлтіріп, қызды ұрып күшпен алады. Азанда Джоанна туған үйін мәңгіге тастап қашып кетеді. Төртінші акт. Кек алу. Лиз бен Мэтью және Сэм мерт болған Элайдың әкесіне баратыр. Олар дін қызметкері қайтпайтынын түсінеді. Мэтью Лизға қаруды беріп тұзақ құрады. Жылқы жете бергенде атпақ болады, бірақ үстінде адам жоқ. Отбасы сапарларын жалғастырады. Жолда жануардың өлігіне тап болғанда Мэтью қаруын түсіріп алады. Ол арбаны тоқтатып қаруын алған сәтте дін қызметкері баланы өлтіреді. Кешке Лиз бен Сэм қарттың үйіне жетеді. Қыз бұл оның күресі екенін түсініп қаруды алып күзетеді. Түнде қыз дін қызметкерінің дауысын естіп сол бағытқа оқ жаудырады, бірақ тым алыс болғандықтан тимейді. Ол Лизге сақ болмағандықтан қате жібердің дейді. Үйге қайтып кіріп ол Элайдың әкесі өлі екенін көріп, қызын алып қашпақ болады. Дін қызметкері оны байлап қойып, сен емес, қызыңды жазалаймын дейді. Анасының көзінше шіркеу қызметкері кішкене қызды қамшымен сабап күшпен алмақ болады.
Сол сәтте Лиз байлаулы қолын сындырып, арқаннан босанып, керосин шамын жауызға лақтырып өртеп өлтіреді. Біраз уақыт өткен соң Лиз қайын атасының үйін ағаш кесетін жерге айналдырып жібереді. Сол уақытта ол Натанның жағаға келіп тоқтағанын көреді. Оны шіркеу қызметкері шерифтің көмекшісі ретінде орналастырған болып шығады. Көп ұзамай Натан шериф болып Элизабет Браунди есімді әйелге ескі істі тапқан. Тілсіз әйел Фрэнкті өлтіріп Джоаннаны құтқарған. Ол оның есімін алған. Натан Лизді тұтқындап қайыққа отырғызады. Құрылысшыларға көмектесіп жүрген қызына соңғы рет көзін салып, әйел өзенге секіріп кетеді. Шериф пен көмекшілері оның артынан атады. Ал Лиз су түбіне батырға сай өліммен батып кетеді. Кішкене Сэм атыс дауысын естіп, анасының енді жоқ екенін түсінеді. Арада біраз жыл өтеді. Сэм ана танды. Оның есінде анасы өте батыл әрі тәуелсіз әйел ретінде қала береді.